Сәлеметсіздер ме? Сіздермен Заңғарағай. Бүгінгі видеомызда 8-ші сынып алгебра ТЖБ видеосы 1-90 2-ші нұсқа. Видеоға лайк басыңыздар, комментарий қалдырып, достарыңызға осы видеоны жіберіңіздер. Олар да сіздер де видеоны соңына дейін қарауға тырысыңыздар. Өйткені ТЖБ жақындаған кезде осы тақырыптардың барлығын қысқа уақыттың ішінде қайталап алуға өте жақсы мүмкіндік деп ойлаймын. Сондықтан бастайық. Бірінші тапсырма мына берілген сандардың арасынан иррационал сандарды таңдаңыз дейді. Иррационал сандар дегеніміз ол өтірден кейінгі мысалы шексіз периодты емес, шексіз кете беретін ондық бөлшекті айтамыз, және де түбірдің астынан шықпайтын, бүтін сан шықпайтын сандарды айтамыз. Мысалы В вариантына қарайтын болсақ 25 түбір астынан шығады. Сондықтан бұл иррационал дегенге келмейді. 67 болып мына период болып тұр. Бұл келмейді. 25 түбірдің астынан шығады. Бұл келмейді. Мына жерде түбір астынан шығады. Бұл келмейді. Сондықтан мына жерде түбір астынан 29 шықпайды. Пи 3,14 деп ары қарай шексіз ондық бөлшек болып кете береді. Сондықтан осы бізде Д вариантында есебіміздің жауабы болады. Екінші тапсырма түбір асты 5 саны төмендегі сан аралықтарының қайсысына тиісті дейді. Яғни түбір асты 5 саны осы сандардың арасына тиісті болу керек. Енді жуықтап өзіміз ойланып көреміз. Мысалы минусты 1-ден алып тастасақ болады. 1,5-те кіші секілді көрініп тұр. Сосын кейін қалай жасасақ болады? Ойланамыз. 20 мен 25 өте көп болып кетті. 20 түбір асты 5, 20 деген қайда жатыр? Сонда екі-ақ бізде жақын вариант қалды, нұсқалар қалды. Бұлай жасасақ болады. Біз мына екі санды түбірдің астына саламыз, яғни түбір асты 5, шынымен де осы екі санның арасына жатыр ма ойланып көреміз. Яғни 1,5-ті түбір астына салатын болсақ, квадраттап салынады. Яғни 1,5-тің квадраты 2,125. Ал 2,1-дің квадраты 4,141. Бірақ дұрыс келмей алады. Теңсіздігіміз көрдіңіздер ме? 5 4-тен үлкен ғой, оның арасына жата алмайды. 4-тен кейін 5 жатады. Сондықтан бұл нұсқа біздің жауабымыз емес екен, дұрыс емес екен. Келесі мынаны тексеріп көрейік. Мына нұсқаны 2,1 саны түбірдің астына салатын болсақ 4,141, 2,5 санын түбірдің астына салатын болсақ 6,125. Шынымен де осы екі санның арасында бізде түбір асты 5 жатады. 5 дегеніміз 4 пен 5-тің арасында ғой. Демек жауабымыз түбір асты 5 саны мына сан аралықтарының арасында жатыр деген сөз. 2,1 және де 2,5. Есептеңіз дейді. Берілгені бізде түбір асты 250 және көбейтілген 90. Біз былай жасаймыз. 250-ді 25 көбейту 10 деп жазамыз. 90-ды 9 көбейту 10 деп жазамыз. Сонан соң 25-ті бөлек түбір асты қылып жазамыз. 9-ды бөлек түбір асты қылып жазамыз. 10-ға 10-ды көбейтсек 100 ғой, оны бөлек түбір асты қылып жазамыз. Оның түбірдің қасиеті бойынша жеке-жеке түбір астыға қойып жазсақ болады. Сонда 25-тен түбір астынан 5 шығады, 9-дан түбір астынан 3 шығады, 100-ден түбір астынан 10 шығады. Үшеуін көбейтетін болсақ 150 деген жауапты аламыз балалар. Төртінші тапсырма сандарды салыстырыңдар дейді. Яғни 8 көбейтілген түбір асты 300 және де 5 көбейтілген түбір асты 200-ді салыстыруымыз керек. Бұны салыстыру үшін түбірдің астына екеуінде толықтай кіргізейік. Яғни 8-ді түбірдің астына кіргізейік. 8-ді кіргізу жаңағы квадрат болып көреді ғой. 8-дің квадраты 64. Яғни 64 көбейтілген 300 болады. Ал 5 25 болады. Сонда 25 көбейтілген 200 болады. Енді осы сандарды көбейтуіміз керек. Яғни 64-ті көбейтеміз 300-ге болады 19200 түбірдің астында. 25-ті көбейтеміз 200-ге болады 5000. Әрине 19200 5000-нан көп, сондықтан біз сол жағын үлкен артық дейміз. Бесінші тапсырма бөлшек бөлімін иррационалдықтан арылтыңыз. Иррационалдықтан құтылдыру үшін, яғни арылту үшін бөлшектің бөлімінде түбір асты таңбасы қалмау керек. Ал түбір астыны жоятын сіздер білесіздер,
квадраттау. Квадратқа келтіруіміз керек. Яғни мына берілген бөлшектің 5 қосылған түбірасты 18 болса, біз 5 азайтылған түбірасты 18-ге көбейтуіміз керек. Бөлшектің алымында, бөлімінде. Неге дейтін болсаңыздар, осылай жасасақ, а плюс б, а минус б, яғни а квадрат минус б квадрат формуласына келеді. 5-нің квадраты 25, ал түбірасты 18-дің квадраты түбірден құтыламызда 18 болады. Сонда 5 азайтылған түбірасты 18. 25-тен 18 азайтатын болсақ, бізде 7 қалады ғой. 7 қалады. Сол 7-мен 21 қысқарады, тағына 3 қалады. Демек, жауабы 3 көбейтілген 5 минус түбірасты 18. Ең бастысы бөлшектің бөлімінде түбірастынан құтылдық. Бұл иррационалдықтан арылу болып табылады. Алтыншы тапсырма. Өзендегі көпірдің биіктігі түбірасты 15 метр. Осы көпірдің астынан биіктігі су деңгейінен 3,2 метр болатын өзен кемесі өте алады ма дейді. Яғни мына көпірді елестетіңіздер, биіктігі түбірасты 15 болып тұр. Яғни бұдан өту үшін түбірасты 15 болатын көпірден өту үшін осы үлкен болу керек қой, біздің 3,2-ден. Сонда өте алады. Кішкентай болса өте алмай қалады. Енді тағы да бір салыстыру, тексеру болып табылады, сондықтан 15 тұра берсін. Біз керісінше 3,2-ні түбірдің астына салайық. Ал ол квадратталынып салынатын білесіздер. Яғни 3,2-ні көбейтетін болсақ, 3,2-ге болады 10,124. Шынымен де 15 оннан үлкен, демек көпірдің биіктігі кеменің биіктігінен үлкен болғандықтан өте алады ма деген сұраққа біз иә деп жауап береміз. Жетінші тапсырма, өрнекті ықшамдаңыз дейді. Берілгені қайта қалайда жазбай, мен ары қарай жалғастырып кетейін. Яғни мына жерден біз түбірасты y-ті жақшаның сыртына шығарсақ болады, ортақ көбейткіш ретінде. Түбірасты y кетіп қалды, сонда x минус y қалады. Бөлімде 2 тұра берсін. Көбейтілген деп мына қосуды орындайық. Ол үшін ортақ бөлім береміз. Түбірасты x плюс түбірасты y, түбірасты x минус түбірасты y, екеуінің көбейтіндісі ортақ бөлім болады. Яғни түбірасты x плюс түбірасты y, түбірасты x минус түбірасты y. Екеуінің көбейтіндісі ортақ бөлім болатын болса, мынаған ортақ көбейткіш ретінде мынау барады, x-ке керісінше мынау минус барады. Сонда түбірасты x-ке көбейтемін. Түбірасты x минус түбірасты y қосылған, түбірасты x-ке көбейтемін. Түбірасты x қосылған түбірасты y. Сонда түбірасты y көбейтілген x минус y бөлінген 2. Мынау а плюс б, а минус б формуласына келгендіктен а квадрат минус б квадрат дейміз. Түбірасты x-тің квадраты x, түбірасты y-тің квадраты y болады. Ал мына жерде жақшаны ашуды орындау керек. Түбірасты x-ке түбірасты x-ті көбейтсек x болады. Түбірасты x-ке түбірасты y-ті көбейтсек минус, бір түбірдің астына алып жазамыз. Түбірасты x-ке түбірасты x-ті көбейтсек x болады. Түбірасты x-ке түбірасты y көбейтсек плюс, бір түбірдің астына алып бұлай жазуға болады. Сонда қарап отырсаңыздар, мына жердегі минус түбірасты x пен плюс түбірасты x жойылады тағына, ал x-ке x-ті қосатын болсақ, бізде 2x пайда болады. 2x. Сонда сол жердегі 2 мен мына 2 қысқарады, x минус y пен мына x минус y қысқарады. Сәйкесінше x пен мынау түбірасты y қалды. x және түбірасты y. Біздің жауабымыз. 8-ші тапсырма, y-тің түбірасты x функциясы берілген, енді мынау a, b, c нүктелері осы функцияға тиісті ме табуымыз керек. Қалай табамыз? Біз былай жасаймыз. y-тің түбірасты x деп жазып қоямыз, және нүктелердің координаталарын жазайық. a нүктесінің координаталары 63 және де 3 түбірасты 7. b нүктесінің координатасы 49 және де минус 7. c нүктесінің координатасы 0,9 және де 0,3. Бұл жақшаның ішіндегі бірінші тұрған сан x, екіншісі y екен білесіздер, соны жазып қойық. Сол осы x пен y-тің мәндерін мына функцияның орнына қоямыз и тексереміз. Екі жағы шынымен де дұрыс па, яғни тең ба. Қояйық сонда 3 түбірасты 7 тең түбірасты 63. 3-ті түбірдің астына кіргіз жеріміз, яғни 3-тің квадраты 9, 9 көбейтілген 7 болып барады түбірдің астына. Шынымен де 9-ақ 7-ні көбейтсек, бізде 63 қой.
түбір асты 63 тең түбір асты 63. Демек, мына біздің теңдігі дұрыс орындалғандықтан А нүктесі тиісті. Келесі Б нүктесін көрейік. Орын-орнына қойып, Y тең, яғни -7 тең түбір асты 49. Ал түбір асты 49-дан +7 шығады. Ал -7 +7-ге тең емес, сондықтан біз жоқ дейміз. Енді С нүктесін тексеріп көрейік. Y тең орнына 0,3, X-тің орнына 0,9. Сәйкесінше 0,9-дан 0,13 түбір астынан шығады да, бұл бізде иә. А нүктесі мен С нүктесі тиісті функцияға, ал Б нүктесі тиісті емес деп жауап бересіздер. Бұны түсінікті айттым деп ойлаймын. Қазір мен шетке асырып қояйын, басқа есептерге орын қалу үшін. Келесі Б есебі. Бұл жер не еді? Егер X-іміз тиісті болса дейді 0 мен 25 аралығына. Онда Y қандай мәндерге тиісті екенін табуымыз керек. Ол үшін тағы да мынау X-тің орнына 0 және 25 санын қоямыз. Y тең түбір асты 0-ді қойсақ 0, Y тең түбір асты 25-ті қойсақ, 25-тен түбір асты 5 шығатын білесіздер. Яғни есептің жауабы 0 мен 5-тің арасы. Тік жақша. Келесі В сұрағы. Тура осындай, бірақ керісінше Y тиісті дейді 9 мен 17-нің арасына. Тік жақша. Енді біз X қандай мәндерге тиісті екенін табуымыз керек. Ол үшін керісінше былай жасаймыз. 9 тең түбір асты 9 емес. Y тиісті деп тұр ғой. 9 бірінші сан 9 болғаннан кейін 9 тең түбір асты X дейміз да, X-ті табу үшін квадраттаймыз, 81 болады. 17 тең түбір асты X дейміз да, X-ті табу үшін квадраттаймыз, 289 болады. Сәйкесінше X-тің мәні 81 мен 289 сандарының арасында дейсіздер. Мінекей балалар, осылай орындалатын тапсырма. Бұлай көрсетіп қояйын. Мінекей балалар, бүгінгі видеомыз аяқталды. Лайк басып комментарий қалдырыңыздар, достарыңызға осы видеоны жіберіңіздер. Және де дәл қазір видеоны көріп отырған болсаңыз, ағай мен соңына дейін қарадым деп тайм-кодты қалдырсаңыз күшті болатын еді. Сіздермен болған Заңғар ағай, келесі кездескенше.